Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Жаннұр. Отбасы адам үшін ең жақын әлеуметтік орта демекші. Отбасы күніне орай оқушылардан сұхбат алатын боламын. Сәлем Кәусар, сен отбасымен қаншалықты көп уақыт өткізесің? Мен отбасымен жиі бірге боламын. Кешкі уақыттарда серуендеуге шығамыз, күндіз анама көмектесемін. Жауабына рахмет. Сәлем Толғанай, қалай ойлайсың? Қазіргі және бұрынғы отбасылық құндылықтардың айырмашылығы қандай? Сәлем, бұрынғы құндылықтарды мен ойлаймын, олар бұрыннан бері дәстүрге қарап, және сол дәстүрге ұғымына байланысты өмір сүрген, ал қазіргі құндылықтарды қарасақ, ата-аналар да, балалар да өздері свободно өмір сүреді деп ойлаймын. Жақсы Толғанай, жауабына рахмет. Неліктен адам өмірінде отбасы маңызды рөл атқарады? Сәлем, менің ойымша адам өмірінде отбасы маңызды рөл атқарады, себебі отбасындағы адамдар адам өмірінде ең жақын адамдар. Жақсы, жауабына рахмет. Сәлем Перизат, сен отбасы туралы қандай мақал мәселелер білесің? Сәлем, мен екі мақал мәселе білемін. Отан қуат, отбасы шуақ. Отан отбасынан басталады. Жақсы, рахмет.